ля-ля-ля, 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 ля-ля-ля. Айлин, сәлем, не істеп жатырсың? Сәлем, сурет салып жатырмын. Қане, не салғаныңды көрсетші. Міне, қара. Айлин, өте әдемі. Сен нағыз суретшісің. Өлі, көп рахмет. Бірақ нағыз суретші деуге әлі ерте. Сен суретті өте жақсы саласың. Ал мен олай сала алмаймын. Білесің бе, әр адамның бойында бір нәрсеге икемі болады. Мүмкін солай шығар, бірақ менің талантым қандай екенін білмеймін. Сенің қарындашың қандай? О, бұл жұмсақ қарындаштар ғой. Олармен сурет салған ыңғайлы. Бұдан да басқа түрлері бар ма? Әрине, қарындаштың түсіне және қаттылық қасиетіне байланысты көп түрлері бар. Сонымен қоса, грифельді ауыстыруға болатын, көп рет қолданылатын механикалық қарындаштар да кездеседі. Грифель? Иә, сурет салуға арналған қатты қарындаштың бір түрі. Түсіндім. Тағы не білесің? Мен біртіндеп айта берейін, ал сен суретіңді сала бер. Жарайды. Графиттік, балауыз, акварельді қарындаштар болады. Ежелгі уақытта суретшілерге күміс қарындаштарды қолдануға тура келді. 13 ғасырдағы кеңсе тауарлары корпусқа немесе жақтауға орналастырылған күміс сым болды. Тек 17 ғасырдан бастап қана оның қаптауын ағаштан жасай бастады. Сен сондай ақылдысың және көп білесің, Эля. Міне нағыз талант. Балалар, біз барлығымыз мектепке қажетті құрал-жабдықтарды білеміз. Енді сол құрал-жабдықтармен таныса отырып, ол құрал-жабдықтармен не істейтінімізді тағы да бір қарастырайық. Бізге мектепке қажетті қалам, сызғыш, қарындаш және циркуль. Енді осы құрал-жабдықтармен біз не істей аламыз? Сол жағымызда бізде тік төртбұрыш салынған, оның өлшемдері бар. Яғни бір жағы 2 см, келесі ұзындығы 4 см. Және дәптер, және дөңгелек, және салынған сурет дәптер. Енді олай болса, біз қаламмен қажетті, мектепке қажетті құрал-жабдықтың бірі қалам. Қаламмен біз не істей аламыз? Дұрыс айтасыздар, қаламмен қажетті сандарды, әріптерді жазып үйренеді екенбіз. Яғни қаламмен біз дәптерге қажетті заттардың барлығын жазып үйренеді екенбіз. Ал сызғышпен біз не істей аламыз? Сызғышпен кез келген өлшемді өлшеп, оны біз дәптердің бетіне сала алады екенбіз. Яғни сызғышпен кез келген фигураны салуға болады. Ал қарындаштармен біз қажетті суретімізді салып, оны бояй алады екенбіз. Ал циркульдің көмегімен кез келген өлшемдегі шеңберді салуға болады екен. Өте жақсы балалар, сіздер барлығын бұны білесіздер. Біз тек тағы да қайталап қарап шықтық. Және біз сіздермен осы сабақта бір санымен танысқан болатынбыз. Енді осы бір санның кітап бетіндегі, яғни басылым жазуымен және дәптерге таңбалануын салыстырайықшы. Алдымен дәптерге тор көзге бір санның жазылуын қарайық. Яғни тор көзді аламыз, көз мөлшерімізбен сол тор көздің ортаңғы нүктесін табамыз да, сол нүктені оң жақ жоғарғы бөлігімен қосатынбыз. Яғни оң жақ жоғарғы бөлігімен қосамыз. Және сол нүктеден қаламымызды алмай, төменгі бөлігінің ортаңғы нүктесімен қосамыз. Яғни бұл бір санның дәптер бетіне жазылуы. Ал енді бір санның басылым беттегі бір санымен салыстырайықшы. Екеуінің айырмашылығы қандай? Яғни кітап бетіндегі бір саны осы түрде жазылатын болса, ал осы бір санның дәптерге таңбалануын біз әрқашан кішкене қиғаштау қылып жазуымыз керек. Яғни бірдің тор көздің ортаңғы нүктесінен бастап, оның оң жақ жоғарғы бөлігінің шеткі нүктесіне қосып, және қаламымызды алмай
осы нүктеден төменгі бөлігінің ортаңғы нүктесімен қосады екенбіз. Сонда бір санның басылым беттеріндегі таңбалануы мен бір санның дәптерге жазылуын осылай байқауымыз керек екен. Сонымен балалар, біз бір санның кітап беттеріндегі басылым беттердегі таңбалануы мен бір санның дәптер бетіне жазылуын қарастырдық. Келесі кездескенше. Эля, менде мынадай кеңсе жабдықтары бар. Иә, өте көп екен. Қане, бірге санайықшы. Санайық. 1, 2, 3 қалам. 3 қарындаш, қаламмен бірдей. Тепе-тең, 4 өшіргіш, қарындаш пен қаламнан біреуі артық. 2 ұштағыш, керісінше аз. 2 қайшы, ұштағышпен бірдей. Бірінен азы қыл қалам. Иә, бұл дегеніміз 3 кетіргішке 2 қаламға кем. Эля, жүр, мен саған өзімнің қоршақтарымды көрсетейін. Бірге ойнайық. Жарайды. Достар, айналада санайтын заттар өте көп. Босқа уақыт өткізбей, олардың жұмысын, санын біліп жүруге болады. Қызықты оқиғаларыңды бізбен бірге бөлісіңдер. Бірге тамашалайық. Жүр, қоршақтарыңмен ойнайық.